17 мен 18 мамыр аралығында облысымызда республикалық ақпараттық түсіндіру тобының мамандары халықтың дінтану сауаттылығын арттыру және қоғамда дәстүрлі рухани адамгершілік құндылықтарды қалыптастыру мен діни экстремизмнің алдын алу шеңберінде жергілікті тұрғындармен бірқатар іс-шаралар мен кездесулер өткізді. Дәл мұндай шаралар апта ішінде қаламызда да жүзеге асты. Арнайы кездесулер барысында білікті теологтар, дінтанушылар мен психологтар шаһарымызда кәсіпорындарда мемлекеттік және түзету мекемелерінде профилактикалық жұмыстар жүргізді. 275-ке жуық адам қатысқан іс-шаралар барысында Қазақстанда тұратын барлық конфессиялар мен этностардың бейбіт өзара іс-қимылмен қатар өмір сүруіне, Қазақстан халқының мәдениеті мен рухани мұрасына, деструктивті жалған діни мен радикалды идеялардың зияндылығына бағытталған дін саласындағы мемлекеттік саясаттың мәні туралы ақпарат берілді. Атаулы жобаның басты мақсаты діни сауаттылықты арттыру, халық арасында діни экстремизм және терроризмнің алдын алу, мәдени мұра мен дәстүрлерді насихаттау арқылы қоғамдық санаға теріс әсер етуден қорғау болып табылады деп отыр ұйымдастырушылар. Біз бүгін осы Степногорск қаласында осы бағытта мемлекеттік мекемелерде, базарларда және басқа да өндіріс орындарында тұрғындармен кездесіп, оларға осы діни радикализмнің алдын алу бойынша өзіміздің осы мемлекеттің саясатын түсіндіреміз. Сонымен қатар осы қазіргі уақытта салафизм болсын, енді псевдосалафизм, тағы басқа да теріс ағымдардың, олардың ықпалының зиян тұстарын көбірек түсіндіруге тырысамыз. Бұл жердегі басты мақсатымыз осы біздің Орта Азияда қалыптасқан дәстүрлі ханафи мазхабының негіздерін күшейте отырып, осы тұрғындардың діни алауыздыққа бөлінбеуі, елдегі діни тұрақтылықтың сақталуы мәселесі бойынша жұмыстар жүргіземіз. Мұнымен бірге 2 күн бойына жалғасқан профилактикалық кездесулерде діни радикализмге қарсы іс-қимылдың берік негізі ретінде дәстүрлі рухани құндылықтар мен дін арасындағы өзара байланыс мәселелері кеңінен талқыланды. Ал кездесулер соңында барлық қатысушылар мамандарға өз сауалдарын жолдауға мүмкіндік алды.